Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аппараттық қамтамасыз ету мобильдік құрылғылар сипаттамасы. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды компьютер құрылғыларының түрлерімен және мобильдік құрылғылардың сипаттамасымен таныстыру. Өздерің көріп отырғандай, алдыларыңда бағалау критерийлары. Компьютер құрылғыларының жұмыс істеу принципін түсіну, ұялы құрылғылардың негізгі құрауыштарының сипаттамасын салыстыру, планшеттер, телефондар және тағы басқалары. Келесі, я немесе жоқ деген сұрақтар арқылы қайталауға арналған сұрақтарға жауап жазу, платформаға жауабын жіберу. Енді өздеріңнің алдыларында сұрақтары беріліп отыр. Сол сұрақтар бойынша жауап жазамыз. Дербес компьютердің жалпы құрылғылары. Енді бізде миға шабуыл әдісімен сендерге сұрақ қою арқылы өздеріңнен жауап алайын. Неліктен компьютер есептеуіш құрылғылары деп аталады? Олардың түрлері. Екінші, қазіргі уақытта компьютер қандай салаларда қолданылады? Не себепті ересек адамдарға компьютерде күніне 5 сағаттан артық жұмыс істеуге болады, немесе ұсынылады? Компьютер жұмыс істеу үшін қажетті минималды құрылғылар жиынтығын атаңыз. Мобильді құрылғылардың неліктен осылай аталғанын деп ойлайсыздар? Енді осы сұрақтар арқылы өздеріңіз жауап іздеңіздер. Жалпы мобильді құрылғылар негізгі ұғымдары. Мобильді құрылғы, мобильное устройство, mobile device, смартфон, планшет, таблет, дизайн. Бұл енді жаңағы үш тілде беріліп отыр. Мобильді құрылғылар тұрмысымызға өзіміздің ажырамас бір бөлігімізге айналды. Қазіргі адамның өмірін қандай да бір мобильді құрылғысыз елестету мүмкін емес. Қазіргі телефондар өзіңіз байланыс орнату шегінен асып кетті. Телефондардың қазіргі түрлері тек қоңырау шалып, SMS-тер қабылдап қана қоймайды. Смартфондар әмбебап құрылғылардың орнын басып, шағын, көп функциялы компьютерге айналды. Енді өздерің алдыларыңда көріп тұрсыңдар, енді бұл мобильді құрылғылардың түрлері өздерің өте жақсы білесіңдер. Енді телефондар, смартфондар, планшеттер, ноутбуктар, нетбуктар және осындай сағатфондар. Аппараттық қамтамасыз ету дегеніміз не? Аппараттық қамтамасыз ету перифериялық құрылғыларға қажетті компьютердің электрондық толтырылымын құрайды. Процессор, электрондық платалар, монитор, пернетақта, бұлардың барлығы аппараттық қамтамасыз етуге жатады. Аппараттық қамтамасыз етудің дамуы. Бұл енді жаңағы алдыларында сурет беріліп тұр. Бұл негізі жаңағы компьютердің ең аз аппараттық құрылғысы. Бұл жаңа өздерің көріп отырған монитор, жүйелік блок, пернетақта және тінтуір. Енді жаңағы аппараттық қамтамасыз етудің дамуы. Бұл перифериялық құрылғыларға қажетті компьютердің электрондық толтырылымын құрайды. Процессор, электрондық платалар, монитор, пернетақта, бұлардың барлығы аппараттық қамтамасыз етуге жатады. Компьютердің заманауи аппараттық қамтамасыз етілуі көлемінің барынша кішіреюіне және өнімділігінің үлкеюіне әкеледі. Мысалы, қазіргі ұялы телефондарда компьютерлардың процессорлары орнатылған. Енді өздерің алдыларында көріп отырғандай, компьютердің құрамына кіретін негізгі құрылғылар. Енді оны балалар сендер өздерің білесіңдер. Жаңа айттым, бірінші монитор, жүйелік қорап, тінтуір және пернетақта, сонымен қоса колонка, USB, мәтін алғы, диск, USB диск, ықшам диск деген бар. Сонымен қатар жаңағы басып шығарғыш құрылғы, принтер,
модем, колонка, осының бәрі жаңағы аппаратты компьютердің құрамына кіретін құрылғылар екен балалар. Енді мұндағы процессор дегеніміз не? Бұл қандай қызмет атқарады? Процессор ақпаратты өңдеу және барлық құрылғылардың бірден істейтін жұмысын басқару құрылғысы. Процессордың негізгі мінездемелері. Біріншісі жылдамдық, екіншісі разрядтылық. Ал енді жылдамдық дегеніміз балалар, бірлік уақытында операциялардың орындалу саны. Ал разрядтылық процессор бір операцияны өңдейтін ақпарат көлемі екен. Кез келген процессорлық кристалды келесілер орналасады. Процессор, сопроцессор, бірінші деңгейлі кеш жад, екінші деңгейлі кеш жад. Енді осы өздеріңе жаңағы Платон платформасына берілген сабақ, осы жерден өздеріне керекті мәліметтердің бәрін жазып алыңдар. Жаңа мен сендерге айттым ғой, міне кез келген процессорлық кристалды келесілер орналасқан. Осы төртеуінің анықтамасын өздеріңе жазып алыңдар балалар. Келесі монитор. Монитор дегеніміз не? Компьютерде жадындағы мәтіндерді, бейнелерді экранда көрсететін құрылғы. Оны дисплей, экран, ал кейде бейнеблок деп айтады. Монитор электронды сәулелік түтікшеден, бейне түтікшеден, жайма генераторы, қоректендіру бөлшегі және оларды басқару сұлбаларынан тұрады. Монитордағы кескінді құрастыру бөлшегі дербес компьютердің негізгі қорабында жүйелік бөлігінде орналасады екен балалар. Енді өздерің қазір оның бәрін білесіңдер. Жаңағы сұйық кристалды деген монитор бар, иә. Әзір енді өзіміздің заманымызға байланысты әртүрлі мониторлар да шығып кетті. Тінтуір. Ағылшынша маус дейміз, орысша мышка деп атаймыз, иә. Тышқан деп атаймыз. Ал енді тінтуір. Бұл графикалық басқару құрылғысы. Тінтуірді кілемшенің үстімен жылжытқанда экрандағы тінтуірдің нұсқағышы да сонымен қатар қозғалып, қажетті объектілерді таңдауға мүмкіндік береді. Тінтуірдің 2 немесе 3 батырмасының бірін баса отырып, объектілермен көптеген операцияларды орындауға болады. Батырмалардың ортасында орналасқан доңғалақшаны айналдырып, экранға тұтасымен сыймай тұрған мәтінді, суретті немесе веб парақшаны жоғары төмен жылжытуға болады екен. Бұл енді балалар тінтуірдің атқаратын қызметі туралы. Келесі жүйелік блок. Енді бұл жүйелік блок дегеніміз компьютердің жүрегі десек те болады балалар. Жүйелік блокқа дербес компьютердің негізгі құрылғылары жинақталған. Олардың деректерді өңдеуді, блоктың ток көзіне қосылуын, қосымша құрылғыларды қосуды қамтамасыз етеді. Жүйелік блоктың алдыңғы тақтасында қосу, қайта жүктеу, диск жетектегіш, CD-ROM батырмалары орналасады. Енді арт жағында өздерің білесіңдер, енді білмей жатқан жағдай болатын болса, балалар неше түрлі порттар орналасады. Жүйелік блок, енді құрылысы жүйелік блоктың. Енді өздерің көріп отырғандай, процессор тұр, бәрі нұсқағышпен белгіленіп көрсетіліп тұр. Қоректену блогы, видеокарта, CD, DVD, диск жетектегіштері, дискеталарға арналған диск жетектегіш. Енді көбіне бізде қазір дискета қолданбаймыз, балалар, ол кезінде қолданғанбыз. Сонымен қатар жаңа мен айтып кеткендей, әртүрлі порттар, ұлғайту тесіктері, аналық плата және де оперативті жад, одан басқа да құрылғылары орналасқан екен. Енді балалар, бүгінгі сабаққа түсініктеме ретінде өздеріңе көрсетіліп, алдыларында көрсетіліп тұрған сілтеме бойынша, осы бүгінгі сабаққа байланысты, осы сілтеме арқылы көрулеріңе болады бейне роликті. Енді бүгінгі сабағымызға байланысты тапсырма. Бірінші тапсырма кестені толықтыр деп тұр. Жаңа мен айтып кеттім, порттар, неше түрлі порттардың атауы беріліп тұр. Сол кестені сендер толтырасыңдар. Порттардың атауы жазылып тұр.
ал атқаратын қызметін бос жеріне сендер толтырасыңдар. Екінші, графикалық диктант. Бұл жерде 6 сұрақ беріліп тұр, астында сызықша көрсетіліп тұр, соған мысалы компьютердің жадыларының түрлерін атаңыз. Қандай түрлерін білесіңдер, соны жазасыздар. Келесі, енді релаксация. Бұнда да балалар берілген бейнероликті сілтеме арқылы бейнероликті көріп, қимылдарды орындау керек. Осы берілген сілтемелерді балалар міндетті түрде ашып, берілген тапсырмалар болса, немесе жаңағы әртүрлі қимылдар болатын болса, соны орындаймыз. Енді мұнда мына QGIS мобильді қосымшасын пайдаланып, балалар, мұнда да сол сілтеме беріліп тұр. Сол сілтеме арқылы QGIS мобильді қосымшасын пайдаланып, сол жердегі сұрақтарға жауап беріңдер де, жаңағы біздің Платон бағдарламасына тапсырмалардың бәрін жүктейміз. Ал енді олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, қош сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.